Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне бүгін Алматы қаласы әкімшілік сотына Қосай Махамбаевтың адвокаттары сот апелляциясы беру үшін келген болатын. Қазір сол кісіні күтіп тұрмыз. Сол кісілерден интервью алып, мына өздері де шығып тұр. Ассалаумағалейкум. Келгендерің туралы. Мен адвокат Төлеген Берліқожа. Біз ана Махамбаев Қосайдың жаңғы әкімшілік жазаға 15 тәулікке қамау бойынша сол қаулыға, соттың қаулысына шағым келтіріп, қалалық сотқа шағым түсірдік. Сол бойынша енді апелляциялық сотқа қатысуға дайындалып жатырмыз. Кешіріңіз, бірінші сотында көп құқық бұзушылықты көрдік. Сот шешімі дұрыс шешілмегенін көрдік. Сол туралы шағын берген бедіңдер осы кезге шейін? Енді ол сот бірінші сатыдағы сотта әрине жаңағы іс жүргізу заңдылығы белшесінен батып өте заңсыздықтар көп орын алды. Біріншіден Махамбаевтың жаңағы іс жүргізу сот тілі бұзылды. Өйткені сот қазақша жүріп жатыр, Махамбаев болса орысша жауап беріп жатыр. Ортасында жаңағы не болмады, аудармашы болмады. Бұл жерде Махамбаевтың қорғану құқығы бұзылды. Екіншіден жаңағы іс бойынша сот бірінші біз өзіміздің Айнара әріптесіміздің екеуміздің жазған арызымызда көрсеткеніміздей, Махамбаевтың сот бастармас бұрын судья сұрау керек еді. Оған жаңағы оның құқықтарын түсіндіру керек еді. Және де одан Махамбаевтан сұрау керек еді. Жаңағы сот құрамына сенесіз бе, сенбейсіз бе, жаңағы отвод жариялайсыз ба, сондай сұрақтар қойылмады. Сот бірден жаңағы сондай сұрақтарға жаңағы назар аудармай, бірден сот процесін бастап кетті. Және бұл жерде Махамбаевтың жаңағы қалалық прокуратураға қасына адамдарды заңсыз жинады деген Инстаграмдағы жаңағы дәлелдемесін сот соны бізге жалпы сотта көрсете алмады. Оны жаңағы полицияның берген дәлелдемесі ретінде соны дискіні жаңағы сот процесінде ашылмайды, сонымен көрсетілмей қалды. Бірақ алайда жаңағы сот өзінің қаулысында соны келтірген дәлелдеме ретінде. Инстаграмадағы жазбасын қарап, біз оның кінәсін дәлелдедік деп жалған көрсетті. Сондықтан біз енді бұл жолы Махамбаевтың құқығы белшесінен басылып, заңсыздық әрекет орын алғанын көріп тұрмыз. Олай дейтін себебіміз сот бірден жаңағы Махамбаевтың жаңағы қылмыс әрекет бұзақылық жасамадым дегенде қаулыға бұзақылық жасағаны растады деп тағы жалған көрсеткен. Жалпы бұл енді тапсырыспен жасалғанды көрініп тұр соттың шешімі. Неге? Өйткені жалпы дәлелдеме жоқ. Махамбаев өзінің қасында өз сияқты қаңтар уақиғасында жапа шеккен бірнеше адамдармен 10 шақты рет қалалық прокуратураға барған. Оның ішінде мен де барым, бірге барып қалалық прокурордың жаңағы мамандарына, орынбасарларына жаңағы кіріп арыз шағым бергенбіз. Осы жолда тағы солай болайын деген. Бірақ енді осы жол неге қамағаны? Міне сол түсініксіз. Өйткені сол күні азанда Махамбаевты және басқа да сол қаңтар уақиғасында жапа шеккендер бәрінен үйлерінен антикордың жігіттері ұстап әкеткен. Кешке шейін ұстап отырған.
кешке жіберген. Махамбаев келіп, жаңағы прокуратура келіп, жаңағы қалалық прокурордың орынбасары Ибраим Молдаевқа жолыққан. Ибраим Молдаев оған ертең сағат 11-де келесі күні қабылдаймын деп уәде беріп, қол алысып қайтқан. Соң қайтып үйіне кетіп бара жатқан жолда полиция қызметкерлері заңсыз таба кеткен. Ал жалпы айтайын деген бұл жаңағы 488 бапта жалпы әкімшілік кодекстің барлық жаңағы баптарында қандай да бір бұзақылық жасаған адамға бірінші ескерту жасайды. Сонан кейін жаңағы айыппұл салады. Сонан кейін 15 күн тәулікке дейін жаңағы қамаққа алуға болады. Ал бұл жерде тапсырыстың дәлелі сол, Махамбаевтың үйінде 3 жасөспірім балалары бар екенін сот біле тұра, және Махамбаевтың анасының ауруханада жатқан біле тұра, мұны ең қатыгездікпен 15 тәулікке қамап отыр. 4 күні Махамбаев сөйтіп өзінің туған күнін 39 жасқа толған сол жаңағы қамауда өткізіп жатыр. Бұл енді асқан жаңағы заңсыздық деп мен санаймын. Бірінші сот отырыстағы заңсыздықтарды көріп, қазір апелляция соты сізге нәтиже беруіне сенесіз бе? Телевидениесіздер ма? Қандай телевидение? Сіздер рұқсат алып бердіңіздер? Түсінбедім. Ол территория здания суда, охрана. Мына жерде рұқсаттарыңыз бар ма сіздердің? Оған рұқсат керек жоқ па бізде? Керек, обязательно керек. Рұқсат керек. Biz kelib turibmiz, arz shag'inimizni Қазіргі таңда осы заңсыздықтарды көре тұрып, апелляция сотының шешімі дұрыс шешіледі деп ойлайсыз ба? Үміт бар. Үміт бар. Олай да болуы мүмкін. Қазақстан реформа болады деп айтылды. Осы соңғы күндердегі соттарда соны көріп тұрғанымыз бар ма жоқ па? Сол туралы сот органдарында реформа болып жатқаны көрініп тұр ма жоқ па? Сол туралы. Енді ол туралы мен қазір нақты айта алмаймын. Енді үміттенеміз, болады-ау деп, болатын шығар деп. Нұртас, сіз де осы туралы